Қайырлы күн, бүгін бізде ашық есік күні. Сабағымызға ата-аналар еркін түрде қатыса алады. Бұл 6-шы Б сыныбы, қазақ әдебиеті сабағы. Сайын Мұратбековтың Жусан Иісі повесінен үзінді және көркемдегіш құралдар тақырыбында сабақ өттік. Сыныпқа кірген сәттен бастап, шуылдақ балалардың назарын ұстап қалу үшін 1-2 минутқа ауыл тіршілігін елестететін дыбыстар қосып қойдым да, балаларға шынайы жусанды көрсеттім. Иісін де иіскеп көрді. Үй тапсырмасын сұрау кезінде галерея әдісін пайдаландым. Түсінік айту барысында баяу ғана домбыра әуендерін қосып қойдым. Нәтижесінде оқушы өзін әңгімедегі аянша сезініп, шабыттана отырып түсінгенін баяндады. Түсінік айту барысында балалар кейде ұмытып қалатын жерлер болады ғой, мына суретке қарап жіберіп, жалғастырып ойларыңызды тоқтатып. Сабақтың негізгі бөлімінде көркемдегіш құралдарды заманауи әдіспен түсіндірдім. Қазақ тілі мен әдебиеті сабағын математикамен байланыстыруға болатынын әрбір сабақта дәлелдеп келеміз. Артынша жеке жұптық тапсырмалар орындадық. Тапсырмаларды орындау барысында Т кестесі, құмсағат әдістерін пайдаландық. Сөзді тап, сергіту сәті. Ойын шарты бойынша жылдам әуен бітем дегенше балалар сөздерді тауып, әңгімедегі мағынасын айтып үлгеруі керек. Бұл сергіту сәті балаларды шапшаңдыққа, тез ойлануға, қырағылыққа тәрбиелейді. Осы сәтте сыныпта күтпеген оқиға орын алды. Балалардың сабаққа деген белсенділігі сонша, тақтаға мен көп шықпай қалдым деп бір оқушы жылап қалды. Сыныптың атмосферасын бұзып алмай, тез шешім қабылдауға тура келді. Импровизация сабақтың жаны демекші. Көрнекілік ретінде оралған хаттардың біріне ештеңе жазбағаным есіме түсіп кетті. Жылап қалған оқушының көңіл күйін көтерейін деген мақсатпен, егер ол интуициямен ештеңе жазылмаған хатты тапса, сынып болып үй тапсырмасын орындамайсыңдар дедім. Балалардың бәрі мәз. Сынып алдында өзінің жауапкершілігін сезінген оқушы мен жасырған хатты дұрыс тапты. Сөйтіп балалар үй тапсырмасын орындамайтын болды. Келесі сабақта БЖБ жазатындарын қайдан білсін.